қазір бізде енді өзіңіз білім саласында жүрсіз, бір теріс тенденция қалыптасқан, бұл мен баламды қанша білімді қылсам, сонша ол адам болады деген. Былай қарасаңыз, оның руханияты бүтінделмей ол адам болмайды. Қазіргі мына қоғамда жүрген жемқорлардың бәрі білімсіз емес қой. Тәрбиесі білген білім адамзаттың қассауы деп айтқан сияқтысыз. Сол үшін ол руханиятты отбасында алу керек, ата-анасының құндылығынан алу керек, жақсы жаманды білу керек, балаға тәйт деп айта білу керек, бала соған сене білу керек, ата-анасын құрметтей білу керек. Былай шыққан кезде ата-ананың баланың көзқарасындағы абыройы түсіп кеткен кезде бала оны құрметтемейді. Сол үшін жаңағы ата-ананың ең үлкен дүниесі баланың алдындағы абыройдан айырылып қалмау. Ол үйдің ішінде жаңағы шап-шұп төбелеспеу, ерлі-зайыптылардың бір-бірін сыйлауы, құрметтеуі, туыс-туғандармен қарым-қатынас, дастарханның басында айтылатын әңгіме, сосын адамның несі ғой, өз адамға энергия бір-біріне өтеді, қасыңызда отырған адамның жаңағы несі қасиеті сізге де жұғады. Сол сияқты балалармен бірге отырып шай ішу, бір ішкі жан дүниесін қопару, не ойлайды, немен ауырады, неге қызығады, кіммен жүр, досы кім, қасы кім, өмірге көзқарасы қалай. Баланы жаңағы жапондардың методикасы сияқты 12-ден кейін олар айтады ғой, жаңағы 7-ге дейін патшаңдай көр, 12-ге дейін құлыңдай көр, 12-ден кейін досыңдай көр. Дос бол. Көп ата-аналар қазір жұмыстың барысымен жүреді, бала шағаны мынау тәрбиелеп кетті. Ал шын мәнісінде ол кешке қарай болмаса шайдың басында ата-ана балаларына сырласатын болса, балалар ішіндегісін шығарады, тәжірибесін үйренеді. Өйткені ата-ананың баланың ең алғашқы ұстазы ата-анасы. Басқа ешбір ұстаздың бере алмағанын айтады ғой, бір әкенің бергенін 100 мектеп бере алмайды дейді. Сондықтан да абырой, ата-ананың абыройы баланың алдында көп нәрсені шешеді ғой деп мен өзім ойлаймын. Қазір біздегі мына отбасылық институттың әлсіреуі, отбасындағы құндылықтардың әлсіреуінің нәтижесінде сондай жағдайларға душар болып отырмыз.